Жылда әртүрлі сорт егем ғой енді қиярдың. Әрқайсы бір-бірінен өтіп әйтеуір жарысып жатады. Мінекей. Мына бір сорт. Қазір теріп жатырмын. Бұл енді ең бірінші түйіндері. Жалпы жақсы. Товарный вид-то жылтыраудан енді білмеймін, камера жеткізе ала ма сіздерге. Бірақ урожайды жалпы жақсы. Осындай 4 жеуге еккен. Мінекей. Бісміллә. Урожай өте жақсы. Енді жерге сүйеніп жатқан жері кішкене ақтау болады. Бірақ жалпы табарының визиті жақсы. Мінекей. Екеуден, үшеуден дайын болып отыр. Алғаш терімнің өзі. Мінекей мына жерде үшеу. Мектап осындай. Қатты бір удобрение берген жоқпын ешқандай. Пока өзің күшімен өс болсын деп алғаш кезде сүйіп тексерем өзім. Жалпы өйткені тек удобрениемен өсіре берсең, бұл сорттардың қаншалықты мықты екенін біле алмай қаламыз. Сол себепті мен өзім жаңа удобрение бермей, біраз алдында сөйтіп өсіріп аламын. Мінекей осылай салып жатыр. Мына дақтарды өткенде айттым. Бұл бізде ыстық жел тұрады. Вот несі, влажнысы кеуіп кетеді, және желге орылып осындай дақтар пайда болады. Бұл перноспороз болмаса бір аурулар емес, жалпы осындай мальвиден шашып жіберсеңіз, беріп жіберсеңіз, бұл дұрысталады негізі. Міне осындай болып жатыр бізде урожай. Осы 4 жүк басқа сорт, аналарда басқа, аржаны тағы да жаңадан қосылатын сорттар бар. Так, жалпы 7, 8, 9 сорт егілді биыл тағы да. Мінекей товарный виды жақсы.